Саламатсыңдар ма балалар? Қалайсыңдар? Біз бүгін әліпби әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Онда әртүрлі әріптермен танысамыз. Алдымен бейнероликке назар салайық. Ондағы сөздерді менімен бірге қайталап отырамыз. Аққу, ауыл, алма, ағаш, аю, арыстан, ара, айдаһар, ат, ай, айгүл. Бейнероликті қарап болсақ, аю, ағаш, ара, алма сөздері қай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар. А әріпінен басталып тұр. Яғни біз бүгін әліппенің алғашқы әріпі А әріпімен танысатын боламыз. Қане, барлығымыз А деп айтып көрейікші. А. Балалар, А әріпін біз созыңқы және еркін түрде айтып тұрмыз ба? Дұрыс айтасыңдар балалар. Біз созыңқы және еркін түрде айтып тұрмыз. Яғни бұл бізде қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл бізде дауысты дыбыс. Ал біз дауысты дыбысты қандай текшемен белгілейтін еді? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қызыл текшемен. Енді біз А әріпінің жазылуына тоқталайық. А әріпі 3 элементтен тұрады. Толықтай танысу үшін бейнероликке назар саламыз. А әріпін жазуды үйренейік. Олар бас әріп және кіші әріп деп екіге бөлінеді. Аның бас әріпі 3 элементтен тұрады. Ілгек, көлбеу сызық, белдік. Енді осы элементтерді қосамыз. Астыңғы сызықтан сәл жоғары қалам ұшын қоямыз. Доға тәрізді ілгекті көлбеу сызықпен жалғастырып, үлкен жолдың ортасына дейін көтереміз. Енді төмен қарай көлбеу сызық түсіріп, ілгек жалғастырамыз. Белбеуін сызамыз. Ал кіші әріпі 2 элементтен тұрады. Дөңгелек және кіші ілгектен. Кіші сызықтың жоғарғы белгісінен солға қарай дөңгелекті саламыз. Оған ілгекті қосамыз. Оқушылар, А әріпін ауада жазып үйренетін боламыз. Алдымен бас әріпін жазамыз. Ол үшін қолымызға қаламсапты аламыз. Төменнен жоғарыға қарай, жоғарыдан төмен қарай сызамыз. Белдігін саламыз. Кіші әріпін жазу үшін дөңгелек сызамыз, кіші ілмегін сызамыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма А әріпінен басталатын 10 сөзді жаттап келу. Келесі кездескенше.